Hello everyone, let's start our English lesson. Today's our theme is possessive case of the noun. Бүгінгі біздің тақырыбымыз зат есімнің тәуелденуі. Дәл осы видеоны көру арқылы сіз зат есімнің тәуелдену тақырыбын оп-оңай түсініп алатын боласыздар. Ал кеттік. Зат есімнің тәуелденуі апостроф S жалғауы арқылы жасалады. Example, my dad's car. Менің әкемнің көлігі. Tom's book. Томның кітабы. Яғни бұл жерде апостроф S бізде зат есімнің тәуелденуінің жалғауы болып тұр. Дәл осы формада жасайтын боламыз. Апостроф S қазақ тіліне аударғанда ның, нің, дың, дің, тың, тің деген жалғауы болып аударылады. Ол бізде зат есімдерге жалғанған кезде дәл осылай сөзді аударамыз. Зат есім бізде көпше түрінде болатын болса, онда көптік жалғауы S жалғауынан соң тек қана апостроф қоямыз. Дәл осы жағдайда мұқият қараңыздар, қазір мысал келтіреміз. Example, boys copybooks. Ұлдардың дәптерлері. Boys сөзі көпше түрінде тұр, сондықтан тек қана апостроф қоямыз, соңына S жалғамаймыз. Girls dolls. Қыздардың қуыршақтары. Girls сөзі көпше түрінде тұр, сондықтан жай ғана тек қана апострофтың өзін қоямыз. S жалғамаймыз. Ал егер зат есімнің көпше түрі ережеге бағынбайтын сөз болса, онда кәдімгідей апостроф S жалғауы жалғана береді. Example, children's bags. Балалардың сөмкелері. Children сөз бізде ережеге бағынбайтын сөз, кәдімгі жекеше түрдегі зат есім секілді, оғанда апостроф S жалғана береді. Men's shop. Ерлердің дүкені. Men сөзі ережеге бағынбайтын сөз, сондықтан апостроф S жалғауы жалғанады. Заттарға of демеулігін қолданамыз. Of демеулігі де тәуелдік жалғауының ның, нің, дың, тің секілді жалғауы болып табылады. Example, the name of the lesson. Сабақтың тақырыбы. Яғни of тың болып аударып тұр. Lessons name деп айта алмаймыз, сондықтан of демеулігін қолданамыз. Ағылшын тілінде барлық шақтардың білесіздер мезгіл үстеулері бар, Дәл сол мезгіл үстеулеріне де апостроф S жалғанады. Мысал келтіріп көрейік. Today's work. Бүгінгі жұмыс. Yesterday's birthday. Кешегі туған күн. Яғни мезгіл үстеулерінен кейін тікелей апостроф жалғанып осылай орындасақ болады. Ал енді бірге тапсырма орындап көрейік. Let's practice. Ал енді тапсырма орындап көрейік. Мысалы, мына сөйлемде my friend house, Бұл жерге біз жалғауымыз керек. Қандай жалғау жалғаймыз? Friend бізде жекеше түр, ал жекеше түрде біз тек қана апостроф және S жалғауын жалғаймыз. Сонда my friend's house, менің досымның үйі. Екінші сөйлемге қараймыз. Women dress. Women бізде көпше түрінде ережеге бағынбайтын болып тұр, сондықтан біз бұл жерге де тек қана апостроф S жалғауын жалғаймыз. Ал келесіге қараймыз. Келесі сөйлем бізде Аскаровска. Яғни бұл жерде Аскаровтардың көлігі. Барлық отбасы мүшелерін жалпы әулет ретінде айтып тұр, сондықтан S пен аяқталғандықтан тек қана апостроф қоямыз. Осылай, дәл осылай тапсырмада орындасаңыздар болады. Егер бүгінгі зат есімнің тәуелдену тақырыбы сізге түсінікті болса, онда каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Thank you for your attention. Have a nice day. Goodbye.